Сәлем достар, бүгін сіздерге сникерс пирогын жасап көрсетемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай түрі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Жасалу жолы өте оп-оңай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажет заттың барлығын дайындап қойғанмын. Барлық заттың құрамын описанияда қалдырамын. Құрғақ ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды, какаомызды және де разрыхлителімізді саламыз. Бұл үшеуі құрғақ ингредиент. Осыларды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, крошка жасаймыз. Осылай езіп алыңыздар. Осылай жақсылап дайындап алғаннан кейін бір жұмыртқамызға шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің шекеріміз жақсылап араласуы тиіс. Енді осыны қосып, жұмыртқамызды қосып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз оңай әрі тез жасалынады. Дайын болған қамырды демалдырудың қажеті жоқ. Бірден майланған формаға салып, тегістеп, қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аласыздар. Жан-жағын тегістеп шығасыздар. Содан соң шанышқының көмегімен тесіп алыңыздар. минутта пісіп шығады осы тестамыз. Салмасы бізде вареный сгущенка, арахиспен араласқан және ертілген шоколад. Шоколадты сары маймен ертіп алдым. Енді пирогты жинаймыз. Тестамызға бірінші вареный сгущенкамызды қосып, жақсылап тегістеп шығамыз. Содан соң еріген шоколад пен арахисті араластырып, бетіне құямыз. Оны да дұрыстап тегістеп алыңыздар. Енді осымен біздің пирогымыз дайын. Дайын болған пирогты кем дегенде 3 сағаттай холодильникте ұстауыңыз қажет. 3 сағаттан кейін пирогты алып жейіп берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған салтанат. Назарларыңызға рахмет.